Хайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен қолдың сары майының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Алдымен жаңа сауылған сүтімізді сүзгіден өткізіп, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Сүтімізді суытып, бөлек ыдысқа құйып аламыз. Кейін тамызық дайындаймыз. Айранымызды осылайша жақсылап қасықпен араластырып, сүтімізге 2 қасық салып, жақсылап араластырамыз. Сонда қою әдемі айран пайда болады. Үстін жылы орап қоямыз. 2-3 сағатта айранымыз үйиді. Мінеки айранымыз үйіді, енді бұзбай холодильникке саламыз. Сонда айранымыз өте қою әдемі болып шығады. Қою жиналған айрандарымызды май пісетін машинамызға құйып, 10-12 литрдей құямын. Және де қалған бөлігін сумен толтыратын боламын. Егерде айраның қатты салқын болса, жылырақ су құямыз. Сонда айранымыз майы түспей қиналмайтын боламыз. Мінеки 20 минуттан кейін майымыз түсті. Енді барлық майды тазалап алатын боламыз. Тазалап алынған майымызды жуып алатын боламыз. Суымыз мөлдір болғанша 2-3 рет қайтара мұздай сумен жуамыз. Жылы су болса майымыз еріп кетеді. Үш рет жуып алдық. Енді майымызды тұздайтын боламыз. Мен азырақ тұз саламын. Қатты тұздыны ұнатпайды. Үйдегілер азырақ тұз салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен тағы бір мұздай сумен шайып жібереміз. Сонда тұздары арасында іртік-іртік болып жүрмейтін болады. Алынған майымызды контейнерге салып қоятын боламыз. Менде осындай 1 килолық контейнер. Осыған жақсылап саламыз. Алды май салып жүрген контейнер. Жауып, морозильникке салып қоямыз. Мінеки 1 килолық майымыз осылай шығады. Өте дәмді қолдың майы. Қолдың майының жасалу жолы осылай. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Мен осылай 1 кило қылып салып қоямын. Жейтін болсақ жейміз, немесе сатуға қоямыз.